Ал енді матасына екіге бүктейміз де, осылай қойып тізіп шығамыз. Және де подбордты астына қойып пішетін боламыз. Матаны бір-біріне оң беттестіріп бүктейміз. Және де спинканы осы сгиб деген бүктелген жеріне қоямыз да, пішетін боламыз. Насечкаларын белгілеу үшін осы сызықтарды үшбұрыш қиып аламыз. Ыңғайлы болады сонда бізге. Үстіне булавка қадап тұрып пішкеннен гөрі осылай бірінші сызып аласыздар да бормен. Содан кейін барып пішкен ыңғайлы. Енді бормен белгілеген насечкаларды кішкене 3-4 мм-дей осылай қиып шығамыз. Енді подбордтан пішеміз. Осылай екіге бүктейміз де. Негізгі матадан осылай 6 бөлік пішіп алдық. Енді астар матадан осы 3 бөлікті пішетін боламыз. Міне астар бөліктен де пішіп алдық. Енді негізгі бөлікті дублирендайтын боламыз. Алдыңғы бойды, подбордты және де аптачканы. Осылай пішіп алған дублиреннің шет-шетін 0,5 алып тастаймыз қиып. Міне біздің дублиринді алған бөліктер: алдыңғы бой, подборд және де артқы бойдың қолтық ойындысы, мойын ойындысы.